Мен көп балалы ажырасқан жалғыз басты анамын және бүгін 2 қызыма депозит ашуға отбасы банкке келдім. Осыдан 10 жыл бұрын ауылда 4 баланы туып, артық 30 килограмм салмақпен үйде отырғанда, күйеуіме күнім қарап отырып, кейде нан мен сүтке де ақша жетпей қалатын кездер есіме түсті. Осы кезде мен балаларыма үй алу түгілі депозит аттарына ашу деген ойда болмады. Ал қазір әр балама 18-ге толғанда бастарыңа бір үй және астарыңа бір машина алып беремін деп қорықпай айта аламын. Бұндай сенімділікті маған көп жылдар бойы өзіме жұмыс жасауым және жасап жатқан кәсібім береді. Мен 5 жылдық тәжірибесі бар флиппермін. Флиппинг дегеніміз ескі үйді немесе черновой үйді алып, ремонттап, мебельдеп, дайын күйде сату кәсібі. 2024 жылы 1 жылда 60 пәтерді алып сатқанмын. Ал 2025 жылы осы салада 80 флипперді шығарып, 60-тан аса үйді сатқан екенмін. Егер сіз де 2026 жылы осы саланы меңгергіңіз келсе, маған тіркеліп, комментарияға үй деп жазып кетіңіз.